Баршаңызға сәлем. Лимонның пайдасы мен зияны және қандай ауруларға ем екенін айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Лимон қандай ауруға шалдықсаңыз да көмектесетін жеміс түрі. Өйткені оның құрамында дәрумендер, пайдалы элементтер көптеп кездеседі. Тамағыңыз, ішіңіз, тіпті бауырыңыз ауырса да бірден лимонды еске алыңыз. Тамақтың ауруы, ангина. Тамағыңыз қатты ауырған кезде лимонның жартысын алып қабығымен бірге жеңіз. Ащы, бірақ өте пайдалы. Сонымен қатар лимон шырынымен де тамағыңызды шайсаңыз болады. Ол үшін лимонның 1/3 бөлігін алып, сумен араластырып тамағыңызды сағат сайын шайып тұрыңыз. Немесе күніне 3 рет тамағыңызға жағыңыз. Бронхтың қабынуы, бронхит. Егер бронхтың қабуына дейін жетсе, онда 50 грамм үккіштен өткізілген ақжелкек пен 2-3 цитрустық жемістің шырынынан сусын жасаңыз. Кейін соны қасықпен күніне бірнеше мәрте тұтынып көріңіз. Алайда артынан ештеңе ішпегеніңіз дұрыс. Сарымсақпен араласқан лимон сізге денсаулығыңызға күшті әсер етеді. Оны дайындау үшін сіз 5 лимон мен 4 сарымсақ бөлігіне 1 литр қайнаған су құйып, қақпағын қатты жауып, 5 тәулік мұздай қараңғы жерге ұстауыңыз керек. Дайын болған соң күніне 3 рет тамақтан бұрын, 20 минут бұрын шай қасықпен ішіңіз. Жүрегіңіз айныса, айнып, майлы тамақ жегеннен кейін құсқыңыз келсе, жарты лимонның шырыны мен жарты шай қасық ас содасын араластырып ішіңіз. Ауруыңыз бірден басылады. Тұмау кезінде дәрілік шөптер мен лимонмен шай ішіңіз. Әсіресе жалбыз, қырмызы, шатыраш, қырықбуын, бақажапырақ секілді шөптермен ішсеңіз жақсы. Мұндай қоспалар ағзаның кальций мөлшерін көбейтеді, ал кальций қызуыңызға көтерілген кезде керемет көмектеседі. Жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруы, атеросклероз. Бір ас қасық қарағай қылқанына 1 стакан қайнаған су құйып, 30-60 минут суығанын күтіңіз. Дайын болған тұнбаны сүзгіден өткізіп, қабығы ашылған және ұнтақталған жарты лимонмен араластырып, күніне 3 рет тамаққа дейін тұтыныңыз. Емделу курсы 15-20 күн. Бауырдың қабынуы, гепатит. Мұндай ауруға шалдықсаңыз, лимон суын немесе шырынын күн сайын міндетті түрде тұтынып тұрыңыз. Артериялық қысымның төмендеуі, гипотония. Артериялық қан қысымыңыз жиі төмендесе, 5-6 лимонды ерітқыштан өткізіңіз. Дайын болған лимон еспесіне 100 грамм шағыр гүлінің жапырақтарын қосыңыз. Бұл дәрілік өсімдік барлық дәріханадан табуға болады. Ботқаға 1 литр қайнаған салқын сусын құйып, 36 сағат тоңазытқыш салып қойып аштыңыз. Содан соң жарты килограмм бал қосып, барлығын жақсылап араластырып, қайтадан 25 сағатқа тоңазытқыш салыңыз. Тұнбаны тамақ ішуіңізге жарты сағат қалғанда күніне 4 рет ішіңіз. Осылай 3 апта қайталасаңыз, ауруыңыздан бір жолы айығасыз. Лимон жоғарыда айтылғандай ауру түрлерінің алдын алуға көмектеседі. Ауру айтып келмейді дегендей, бұл жемісті қай жерде жүрсеңіз де өзіңізбен бірге алып жүруге тырысыңыз. Ем болсын. 100 грамм лимонның құрамында 29 калория бар. Егер сіз лимонды қантпен бірге тұтынсаңыз, онда калория мөлшері 209 калорияға дейін көтеріледі. Егер сіз лимон, зімбір немесе бал қосылған сумен, шаймен ішсеңіз, онда әр стакан сіздің рационыңызға 60 калория қосады екен. Лимонның зиянына келетін болсақ, лимон қышқылы ойып түсетін зат, және оны органикалық еріткіш болып табылады. Ол тіс эмаліне теріс әсер етеді. Сондықтан лимон жегеннен кейін ауызды таза сумен шайған дұрыс. Қолдың терісіне лимон шырынын үнемі тигізу саусақтың терісінде ауырсыну тудыруы мүмкін. Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен келген. Кезінде этникалық болған бұл жеміс қазір де елімізде орнығып, халқымыздың көңілінен шығып жатыр. Лимон жыл бойы жасыл өсімдіктің жемісі болып табылады. Оның құрамында пектин, эфир майлары, биофлавоноидтар бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуін әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдететін энзимдардан бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығын төмендетеді. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады.
лимон ағзадан қажет емес кір заттарды шығаруға көмектеседі. Мысалға, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.